Ассалаумағалейкум ағайындар. Бүгін бір мынандай жағдай көрдім. Оқиға өте қайғылы оқиға екен. Мынау Ақтаудың үстінен самолет ұшып өтіп барады. Ақтау жақта құлаған жерге. Сөйтсе ол тексеріске алса, жаңағы Қазақстанның самолеті емес екен. Басқа елден Бакуға ұшып бара жатқан самолет екен. Соны Қазақстан несінде құлапты. Ішін тексерсе, қараса Қазақстан адамдары жоқ екен. Енді сол адамдар айтайын деген, сол адамдар соңғы сапарға ұшып бара жатқандарын олар да білмеген ғой. Мысалға да біреулер ағайындарымен ұшырасқысы келген шығар, біреулер сүйгендерімен, біреулер достарымен, біреулер жай қыдырып қайтайын деген шығар, келген ағайын туыстарына оралғылары келген. Сол үшін бұл өмір қысқа, қамыстың сабындай. Сол үшін ағайындар, ертеңгі күнге ешкім кепіл бола алмайды, бір Алладан басқа. Сол үшін көзіміз тіріде, айта алмай жүрген адамдарымызға айтатын сөзімізді айтып, сүйетінімізді айта алмай жүргендерімізді айтып қалайық. Жақсы көретін адамдарымызбен көрісіп, хабарласып жүрейік. Өйткені қай күні соңғы күн екенімізді білмейміз, ағайындар. Сол үшін сіз біздесіп сыйласып өтейік. Бірін-бірімізді алдап, бірін-бірімізді қинап, бірін-бірімізді неғылып жүрмей. Сол үшін күнделікті таңымызға, күнделікті кешімізге Аллаға тәубе етіп, шүкір етіп жүрейік, ағайындар. Соңғы сапар қашан екенін ешқашан білмейді ешкім. Сол үшін ағайындар, бірін-бірімізді сыйлап, бірін-бірімізді құрметтеп өтейік. Сау саламатта болыңыздар.